Ол үшін әріптестер Google-ға Novoda деп жазамыз, ағылшынша Novoda. Міне қараңыздар әріптестер. Және де бірінші тұрған сілтемеге өтесіздер Novoda сайтына. Бұл жерге біз тіркелеміз өзіміздің ECP кілті арқылы. Сосын тіркелуді басасыздар, тіркеліп аламыз. Тіркеліп болғаннан кейін кіру батырмасын басасыздар. Бұл жерге өзіңіздің үйінді жазып шығасыздар. Мінекей әріптестер, кірдік. Кіргеннен кейін біз басты бетке өтеміз. Басты бетке өткеннен кейін бұл жерге бізге керекті пәнді жазамыз. Мысалы, бастауыш мұғалім бас. Бастауыш мұғалім бас. Мысалы, мына жерден таңдайсыздар, қандай керек? Музыка мұғалімі, алгебра мұғалімі, информатика пән мұғалімі деген сияқты. Мысалы, мен кез келген қазақ тілі әдебиеті мұғалімін таңдадым. Мысалы, облысты таңдайсыз, қай жерден керек? Мысалы, мен Ақмола облысына қоямын. Таңдау батырмасын басасыздар. Одан кейін міне табу дегенді басамыз. Сол кезде міне бізге осы Ақмола облысы бойынша бос вакансияларды шығарып берді. Өзімізге керектігін таңдаймыз. Мысалы, мынау қай мектеп екен? 11-ші мектеп дейді, үстіне басты. Сосын оқып шығасыздар. Мысалы, жалақы 150-ден 200 мыңға дейін, толық жұмыс қамту, қазақша орысша дейді, сағат саны 16, ставка беріледі екен. Енді бұған біз қалай өтініш береміз? Өтініш беру үшін жауап беру батырмасын басасыздар да, осы жердегі барлық құжатты сіздер жүктеп шығасыздар. Мысалы, жеке басып куәландыратын құжат, осы файлды қосу арқылы жүктеп шығасыздар. Алдын ала электронды варианттарын дайындап қоясыз, оқып шығып, осы жерге жүктеп шығасыз. Сосын барлық документті жүктеп болғаннан кейін, әрі қарай батырмасын басу арқылы сіздер осы мектепке өздеріңіздің резюмелеріңізді конкурсқа қатыса аласыздар. Мысалы, бұл жерде құжаттарды тапсырудың басталуы, мысалы 7-ші айдың 31-і аяқталады бізде осы тамыз айының 9 күні. Дәл осылай әріптестер конкурсқа қатыссаңыздар болады. Сайтты қолдану оңай, тек қана өздеріңіздің құжаттарыңызды электронды варианттарын дайындап қойып, осы жерге толтырып шығасыздар. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.